Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай тез дайындалатын торт жасаймыз. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, өкінбейсіздер. Бізге алдымен сүт, осындай форма және обычный печенье қажет болады. Топленкада жақсы сәйкес келеді. Достар, қажетті заттардың мөлшерін описанияда қалдырамын. Ең алдымен сүтке қант ұнтағымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз, ерітіп. Сосын печеньемізді сүтке малып, 5 секунд сүтте ұстаңыздар кемінде. Сосын осылай формамызға жинап шығамыз печеньемізді. Міндетті түрде 5 секунд ұстаңыздар, печенье кремді бойына жақсы сіңіру үшін. Міне осылай жинастым. Мына печеньені мен екіге бөліп жан-жағына қоямын осылай. Енді кремді мен целлофанмен осылай бірінші құйып алдым. Видеода көргендеріңіздей. Сосын осылай қасықпен біркелкі жағып шығамыз. Жағып болға, енді екінші қатарын жинаймыз. Жинап болдық. Енді тағы да осылай крем. Сосын үшінші қатар. И тағы крем жағасыздар. Міне барлығын осылай дайындап алдық. Мен бетіне әсемдік үшін орехтарды себемін. Үгітілген крем, менде сметанный крем. Кремнің рецептісін описанияға қалдырамын. Сол сілтемеден өтіп, рецепті көрсеңіздер болады. Ең оңай жасалатын крем. Міне біздің тортымыз дайын, 10 минутта дайын болады. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Шәйге жақсы. Міне видеода көрсетілгендей өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.